Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз көздің көруін қандай әдістермен жақсартуға болатыны жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Көз айналаңызды әрі әлемді көру бақытын сыйлайтын ең маңызды мүше. Көзіңіз арқылы өзіңізді, жақыныңызды, сүйіктіңізді, балаларыңызды бәрін көре аласыз. Кез келген заттың әдемілігін де, әсемдігін де, кемшілігін де көзіңіз көрсетеді. Сондықтан да өзі кішкентай ғана, бірақ бәрін көрсете алатын көзіңізді аурудан сақтаңыз. Ол үшін арнайы дәрігерге барып ем алудың қажеті жоқ. Өзіңіз үй жағдайында көзіңізге күтім жасасаңыз болады. Достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 5000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Алғашқы кеңесіміз көк шай. Көзіңізді қырағы еткіңіз келсе, көк шайды күнде ішіңіз. Жылыдай көзіңізге тамызыңыз. Ұйқыға жатар алдында көк шайға мақтаны малып алып, көзіңізге басыңыз. Көк шай көру қабілетіңізді арттырады, қан тамырларды емдейді, артық шлактардан арылтады, ісінгенін басады, жанарыңыздың жасаурауын тоқтатады. Ол үшін бір шай қасық көк шайды бір стақан қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Жылыған кезде сүзіп алып, ем ретінде қолданасыз. Бұл тұнба әсіресе күн ұзақ компьютермен жұмыс істеп келген күні керемет көмектеседі. Компьютерден өткен улы заттардың бәрімен көк шай арқылы қоштасыңыз. Келесі кеңес зімбір. Зімбір көзіңіздің саулығын сақтайды. Бір шай қасық ұнтақталған зімбірді бір стақан қайнаған суға салып тұндырасыз. Жылыған кезде сүзіп алып, ішке қабылдасаңыз, саулығыңыз артып, жастығыңыз ұзақ уақыт сақталады. Әрі көру қабілетіңіз артады. Келесі кеңес алоэ. Алоэ жанарыңызды мөлдіретеді. Күлімдеген көз бен мөлдіреген жанарға ие болғыңыз келсе, алоэ шырынын қолданыңыз. Ол үшін дәріханада сатылатын арнайы шырынды алыңыз, немесе өзіңіз үйде жасаңыз. Шырынды дайындау үшін үйіңіздегі алоэ гүлін 3 күн бойы суармайсыз. Белгілі күннен соң сығып, сөлін аласыз. Бір шай қасық шырынды ішке қабылдау арқылы жарқыраған жанарға ие боласыз. Сондай-ақ ұйқыға жатар алдында 2-3 тамшы көзіңізге тамызсаңыз, шаршағаны басылады, әрі күлімдеп шыға келесіз. Келесі кеңес итмұрын. Итмұрын көздің шаршағанын басады. 2 ас қасық итмұрынды, яғни шиповникті, бір стақан ыстық суға салып, отқа қоясыз. 5 минуттай баяу отта қайнатып алыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, жарты стақаннан таңертең және кешке ішесіз. Келесі кеңес көздәрі. Көздәрі жанарыңызға өткірлік сыйлайды. Көздәрі шөбі, яғни ачанка, көз ауруларынан қорғайды және көздің өткірлігін арттырады. Бұл шөптен дайындалған тұнбаны көзіңізді жусаңыз да, компресс жасасаңыз да, тіпті тамызсаңыз да болады. Тұнбаны дайындау үшін 1 литр қайнаған суға 5 ас қасық көздәрі шөбін салып, тұндырып қоясыз. Шамамен 3 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан күніне 3 рет ішесіз. Келесі кеңес ақжелкен. Ақжелкен, яғни петрушка, тамырын блендермен езіп алыңыз. Оған бірдей көлемде бал мен лимон шырынын араластырасыз. Дайын болған қоймалжыңды тамақтан алдын ала қабылдайсыз.
Келесі рецепт жалбыз. 1/1 есебімен жалбыз сөлін, мята, бал мен қайнаған суды стерилденген ыдысқа құйып, мұқият араластырыңыз. Дайын болған сұйықтықты 2 тамшыдан көзіңізге тамызасыз. Артынан жалбыз қосып демделген 1 шыны шай ішіңіз. Келесі кеңес: аскөк, яғни укроп. 1 шай қасық аскөк дәнін термостағы 1 стақан қайнаған суға саласыз. Жарты сағаттай тұндырып алып, тамақтанудан алдын ала ішке қабылдайсыз. Емделу ұзақтығы 2 күн. Келесі кеңес: қызылша. Қызылша көздің жанарын жақсартып, ағзадағы қанды тазалайды. 2 ас қасық қызылша шырынын сәбіз бен ақжелкен шырынына араластырып ішсеңіз, көздің көруін ғана жақсартып қоймайды. Сонымен бірге ағзаны да қуаттандырады. Және де көз ауруларынан сақтайтын 10 тағам жөнінде қысқа да нұсқа айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Ең бірінші, сәбіз. Бұл көкөністің құрамында жанарыңыздың саулығын сақтайтын А, С, Б, Д және Е дәрумендері, бета-каротин антиоксиданты, калий, кальций, натрий, фосфор, темір, мыс, мырыш және фтор секілді пайдалы элементтер бар. Мәселен, бета-каротин жасы ұлғайғандардың жанарына керемет көмектеседі. Келесі тағам бұл саумалдық. Бұл көкөніс көзді түрлі аурулардан сақтайды. Оның құрамында көздің жанарын су қараңғылықтан сақтайтын лютеин заттегі А, С, Е, К, В2 және В6 дәрумендері мен мырыш, мыс, фосфор, калий, магний элементтері кездеседі. Сонымен бірге ақуыз бен майлы қышқылды да алуға болады. Дәрігерлердің айтуына сенсек, саумалдықты тұрақты түрде қолданатындардың 90% көз ауруларынан зардап шекпейді екен. Келесі тағам соя. Сояның құрамында Е дәрумені мен майлы қышқылдар бар. Соя қосылған тағамдар көздің көру қабілетін керемет жақсартады. Келесі пияз бен сарымсақ. Бұл екі көкөніс күкірт элементінің қайнар көзі болып табылады. Ал күкірт көздің көргіштігін жақсартады. Келесі бұл брокколи. Брокколи көздің көруін жақсартып, су қараңғылықтан сақтайды. Оның құрамынан көзге аса қажетті лютеин мен зеакситинді кездестіруге болады. Келесі тағам қара шоколад. Қара шоколадтың құрамында көздің қан тамырларын сақтайтын флавоноид бар. Ол көз ауруларын қорғап, көздің қабығын сақтайды. Келесі тағам қара жидек. Қара жидек антиоксидантқа өте бай. Оның құрамынан түрлі қышқылды микроэлементтер мен А, Б, С және ПП дәрумендерін алуға болады. Сонымен қатар көзді сақтайтын лютеин заттегі де бар. Келесі тағам балық және балықтың майы. Бұлар да өз кезегінде көз үшін өте пайдалы тағам қатарына жатады. Өзіңіздің және отбасыңыздың денсаулығы үшін арқан балығын жеуге кеңес береміз. Жемістер. Жемістер ішінде әсіресе киви, апельсин, өрікті күнде жеу керек. Ал С дәруменіне бай лимон, мандарин, апельсин секілді жемістерді де үзбеуге кеңес береміз. Бұл жемістер көздің тамырларын сақтап, көруін жақсартады. Сонымен бірге түрлі аурулардан қорғайды. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады.
Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Және де осы видеоны туыстарыңызға және достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыздар.